Жұма күні жұмыс істейміз. 2020 жылдың 17 қаңтары. Жұма күні біз нағыз атажұрт еріктілері бұрынғыдай жұмыс істейміз. Себебі бізге Америкадан келген атақты зерттеумен Дерин Байлерменен Аустриядан келген журналист Анна ханым дәл бүгін 16 қаңтардың өзінде бізде сұхбат алып жатыр. Ол кісілер ертең жұма күні 17 қаңтар күні тіркелмеген нағыз атажұрт еріктілерінің офисінде тағы да арыз қабылдайды. Туыстары Қытайда қамалғандар, өлі тірісін білмей хабарсыз кеткендер, сотталғандар, немесе бір отбасы екіге айырылып, екі жақта зарлап отырғандар, қараусыз қалғандар, қысқасы Қытайдың геноцидтік саясатынан, туысынан, жарынан, отбасы мүшелерінен, дос жараннан, көрші қолаңынан айырылған барлық қазақ 17 қаңтар күні атажұрт еріктілерінің офисіне Алматы қаласы Мақатаев көшесі 45, Мақатаев көшесі мен Зенков көшесінің қиылысына келіп, атажұрт еріктілеріне арыз беріңіздер, 2 қабат.